басқа да көптеген ойындар бар. Соларды біз кіріктіруіміз керек балаларға. Мысалы, мына жерде ақсүйек ойыны берілген. Бұл жерде мына сүйек жасырылған жерде қандай сан бар, соны бала табу керек. Былай өзі ретімен қарайды, 1-ге 2-ні қосады 3, 3-ке 3-ті қосады 6, оған 4 қосады 10, 5-ті қосады, сосын ең соңында нені 6-ны қосады. Сол кезде ақсүйектің орнында 21 деген сан бар екен, бала табады. Мен сыным жуан, дағдарып қалған, былай алады қосады, әйтеуір табуға тырысады. Осылай бірінші сыныптан үйретпесе, 3-4 сыныпта үйреткен ол баланы бәрібір сәл ғана ала жетілуі мүмкін, бірақ толық жетіледі деп айта алмаймын. Мына жерде тұмар ойыны. Бізде қазақтар балаларға ата-әжелеріміз көз тимесін деп, жаңа тіл көзден сақтасын деп тұмар тағып жүретін болған. Соны балалар қазір ұмытып кеткен, тұмардың не екенін білмейтін балалар да бар. Сол үшін мен оны математикаға қосамын. Мысалы, мына жерде сандардың өзінің заңдылықтары бар. Мына жерде 34 тұр, ал мына жақта 19 тұр ортасында. Ал осы заңдылыққа сүйене отырып, ортасында сұрақ берген онда қандай сан болуы мүмкін деген оқушыларға сұрақ қоямын. Мысалы, 6 жердегі 8-дің 48, одан 14 алғанда 34. Ал енді сіздер осыған сүйеніп отырып, мына жерде қандай сан бар екенін айтыңыздар ма? 26. Дұрыс жауапты көрейін. 16, иә? Себебі 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21, одан 5 азайтқан кезде 16 болады. Мына да сондай. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30-дан 14 алғанда 10 болады. Енді осылай балалар жан-жақты ойланатын болады. Сосын бізде қазір біздің